Судың да сұрауы бар. Мұхаммед пайғамбар миғражда жүргенде таразы мирзамды көреді. Онда періштелер бір момынды сынақ қалып жатыр екен. Момынның сауабысы көп болса керек, таразысы едәуір басым түседі. Оның жүзі бал-бұл жанып, пейішке анық кірем ғой деп ойлайды. Кенет толқынын тулатып су келеді. Ол таразының екінші жағына жайғасады. Басымдылық енді мына жағына ауысады. Момын шошып кетіп, «Уа тәңірім, бұл қалай болды?» деп жаны қалмайды. Сонда Құдайдан әуез келіп, «Құлым, бұл өзіңнің дүниеде ысырап еткен суың, судың да сұрауы бар» деп жауап береді. Пайғамбар миғраждан келген соң ел жұртын жинап суды ысырап етпеу, таза ұстау туралы насихат айтады.